ауылда дамыған ауыл болуы жоқ. Естігеніңіздер жоқ. Біткен нәрсе ғой. Енді Семей жақтыкіде білесіздер қалай болғанын. Білесіздер ғой оны. Ауыл ана соры шығып жатыр. Кісілер ауырып, біздің өзіміздің осы ауылдар ауыл бар. Арақ бұл қазір неден де шығып асқадан бәрін алып тастаған, тісі жоқ, шашы жоқ, отыр ана жерде. Осы біздің ауылдың кісілері білмей, ана ақша жұмарып істеген. Бір алтынмен дамыған ауыл, алтынмен дамып кеткен бір не жоқ ауыл жоқ. Осы су сатсаңдаршы. Частный адамдар бай, ал ауыл жер құрылмай кетеді. Тем более мына білесіздер, қазір су тапшылық Қазақстанда біліп жатыр, Астана жақтың бәрі. Дүние жүзі осы сумен алысып жатыр. Африкада қалай болып жатыр, білесіздер ғой суда. Адам өліп, осы судан ғана қылып жатыр. Біздің мына өзеніміздің тазалығы сондай. Жатып су іше береміз. Осы су, астында қауіп суға толып тұр. Сіздер әгі қай жерде қазса, қандай немен қазасы деген ол бізген емес. Тоқтатылсын бұл. Бұлар міне, жаңағы фабриканы салады ғой, соны мына жерге тіктеп талдамына текендеген учаскеден рулданылмақшы. Ал судан кесіп өтпекші. Сонда қазір бір машина жұмсақ егер, бізге сразу екі оқтар салады. Олар енді техникасымен мынаған барып рудан тасымақшы, дайын рудан апарып. Соны ол қалай болады сонда? Соны сіз ойлаңызшы, қазір 250 тонна, 1000 тонна жылына дейді, сонда 5 жылда миллион тонна ол қайдан алады? Соны мүлде түк қалтырмай кету керек қой соны. И соның түбінде водокачка. Ауылға суға келді. Судан көп, анжелен өзі бар, біз техникамен ар бері өтпекші. Қалай болды? Altında ketsin öz içinde. Ketiri salıyor.